Сәлем достар, сіздермен бірге Бақай. Бүгінгі біздің сабағымыз интеграл тақырыбының екінші бөлімі. Кеттік, екінші бөлімде біз не айтамыз? Екінші бөлімде біз анықталған интеграл туралы айтамыз. Бізде бірінші бөлімде анықталмаған интеграл, алғашқы функция табу деген тақырыпқа тоқталған едік. Ол жерде біз жай ғана интеграл аламыз, максимум біз сының мәнін табатын едік. Ал мынандай жағдайларда бізде шектер беріледі. Мына жерде интеграл берілген және оның мына шектері берілген. Осыны қалай есептейміз? Алгоритм өте оңай. Бірінші мен алғашқы функциясын тауып алайын. Мынау x квадраттың алғашқы функциясын табатын болсам, бұл менде x бойынша не істейтін едім? Дәрежеге 1 қосам және сол санға бөлем. Дәрежеге 1 қоссам 3 болады, сол 3-ке бөлемін. Дұрыс па? Енді осыған біз жай ғана мына шектерді қоямыз. Ол шектерді қою қалай? Мына шектерді аламыз да -1-ден 2-ге дейін деген шекті қоямыз. Бірінші 2-ні қоятын боламыз. X куб бөлінген 3 дегенге, мынаны бірінші 2-ні қоятын болсам, 2-нің кубы 8 бөлінген 3 болады. Осы жерден -1-ді қоятын болсам, -1-дің кубы менде не нәрсе? -1-дің өзі және де 3 болады. Дұрыс па? -1 бөлінген 3. Кеттік. Осы жерден біз не нәрсені орындауымыз керек? Жай ғана алғашқы функцияны таптым ғой, үлкен f-ті таптым ғой. Осы жерге алғашқы шекті қоямыз, одан азайтамыз, кішкентай шекті. Бұның түрі қандай беріледі? Бізде интеграл беріледі. Қандай да бір функция беріледі. X бойынша осыдан алғашқы функцияны алам. Так, бұдан аға дейін деген. Дұрыс па? Үлкен шектен кішкентай шекті азайта саламыз. Ол қалай? Біз жаңа алғашқы функцияны таптық. Міне оны таптық. Одан кейін не жасадым? Одан кейін мына орынға бірінші аны қойдым, үлкен 8-де 3, мынаны қойдым. Так, сонда менде 8 бөлінген 3 азайтылған -1 бөлінген 3 болады. Осы жерде мынаны орындайтын болсам, ортасы қазір арасы плюс болып кетеді, 1 бөлінген 3. Ортақ бөлім 3 дайын тұр. 8-ге 1-ді қосатын болсам 9, 9-ды 3-ге бөлетін болсам 3 деген жауап шығады. Осыны жай ғана қалып кеп, бұл жауабын белгілей саламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Жай ғана шектерді қою қажет. Бұлай болса біздің екінші есебімізге кезек беретін болсақ, бізде мынандай бір функция берілген екен. Осының алғашқы функциясын, яғни анықталған интегралын табуымыз керек. Біз білеміз, 1 бөлінген косинус квадрат x-тің алғашқы функциясы ол менде тангенс x, және де бұған π бөлінген 6, яғни 30 градус пен π бөлінген 3 деген нені қоятын боламыз? Шектерді қоятын боламыз, яғни 30 градустан 60 градусқа дейін. Бірінші тангенс π бөлінген 3 азайтылған тангенс π бөлінген 6. Тангенс 30 градуста, 60 градус оның мәніне тең, жай ғана түбірасты 3-ке тең. Так, тангенс менде 30 градуста неге тең? Ол менде түбірасты 3 бөлінген 3-ке тең. Ортақ бөлім беретін болсақ 3 болады. Мынаның бөлімде ештеңе жоқ. 3 түбірасты 3, 3 түбірастында. Так, 3 түбірастында 3 азайтылған жай ғана түбірасты 3 болады. Так, осы жерден 2 түбірастында 3 бөлінген 3 шығады. Так, бұл менде қай жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр? Бұл менде С жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр. 3-тен 2 түбірастында 3. Кеттік, олай болса, үшінші есеп. Үшінші есеп айтады бізге мына берілген функцияның несін есептеу керек? Анықталған интегралын есептеу керек. Ол үшін біз бірінші не істейтін едік? 1-ден 2-ге дейін, 2 плюс 1-ден 2-ге дейін, x-тің -1 дәрежесін 1-ден 1 бөлінген x деп жазып алайық. Осыдан біз алғашқы функция алуымыз керек, және шектерін орнына қойымыз қажет. Кеттік. Бізде мынадан алғашқы функция алатын болсам, 2-нің жанына жай ғана x тіркей салатын едік. Бос сан тұрса, одан алғашқы функция алатын болсам, жай ғана x-ті жанына тіркеп жазсам. Себебі қазір бұдан қайта туындалсам, 2x-тен туындалсам, 2-нің өзі шығып тұр. 1 бөлінген x дегеніміз, ол бізде исключение еді, который ln x болатын. Яғни x-тің -1 дәрежесі деп есептемейміз оны. Так, осы жерден шекті қоямыз. 1-ден 2-ге дейін. Мен бірінші e-ні қояйын. Так, e-ні қойған кезде менде не болады? 2e, яғни 2 көбейтілген e қосылған ln e болады. ln e деп отырғанымыз логарифмнің мына жерінде есі бар деген сөз. Негізімен логарифмнің ішіндегі сан бірдей болса, ол 1 болатын еді. Сонда 2e қосылған 1 шығады. Кеттік, енді біз бұл жерге 1-ді қояйық. 1-ді қоятын болсам, 2 көбейтілген 1 2-ге тең. Так, 2 көбейтілген 1 қосылған ln 1. Так, бұл жерде менде не шығады? 2 ln 1 деп отырғаным. Кез келген логарифмде ішіндегісі, логарифмнің ішіндегі 1 болса, ол бізде 0-ге тең. Оны жазбай қойсақ болады. Сонда менде не шықты? 2e плюс 1 азайтылған. Мына жақта 1-ді қойған кездегі шегім ол 2 болды. Сонда бұл менде 2e азайтылған 1 деген жауапты береді екен. Бұл менде Д жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр.
Кеттік, олай болса төртінші есеп айтады. Так, мына функцияны, алғашқы функцияны аламыз қазір, сосын шектерді қоятын боламыз. Бұл менде синус 2х дейді. Так, кеттік. Синус 2х-тан бірінші былай аламыз. Синус х-тан мен алғашқы функция алатын болсам, ол менде нені беретін еді? Минус косинус 2х. Және де мына тұрған ішіндегі 2х-тан туындалуға бола ма? Әрине болады. Сол туындыны мына жаққа 2-ні бөлі қылып жібереміз. Сонда минус косинус 2х бөлінген 2, 0-ден пи бөлінген 4-ке дейін. Осы шекті анықтау керек. Кеттік, пи бөлінген 4-ті мен қоятын болсам, минус косинус 2 көбейтілген пи бөлінген 4 бөлінген 2. Сонда бұл менде минус косинус қазір 2 мен 4 қысқаратта пи бөлінген 2 болады, бөлу 2. Косинус 90 градустан неге тең? Әрине 0-ге тең. Демек, бұл жерде 0 шығады общий. Так, енді біз 0 қойған кезде нені алады екенбіз, соны көрейік. Минус косинус 2 көбейтілген 0 бөлінген 2. Так, сонда минус косинус 0 градус бөлінген 2. Косинус 0 градустан неге тең? Әрине 1-ге тең. Сонда минус 1 бөлінген 2. Так, сонда мына жақта 0 шықты, үлкен шекті қойғанда кішкентай шекті минус 1 бөлінген 2. Екеуін азайтатын едік, сонда минусқа минус плюс болып кетеді. Жай ғанақ 1 бөлінген 2 қалады. Бұл менде Д жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр. Мына жерде таңба өте маңыз. Үлкен шекті қоям, одан кішкентай шекті қоям, ортасында еще минус бар. Так, 5-ші есеп. Кеттік, 5-ші есептен бірден алғашқы функциясын алып тастайық. 7-нің жанына x тіркей саламын. Мына жақта минус 3x квадраттың алғашқы функциясы ол әрине x куб болады. Қазір ереже бойынша анау 2-ке 1-ді қосам 3 болады, астына соны бөлсем 3-мен қысқарады деген. Бұлай білесіз болады, x кубтан туындалса алсам, менде 3x квадрат болады. Қосылған, мына жақта x-тің 4 дәрежелеп жазсам. Себебі неге x-тің 4 дәрежесінен туындалсам, қазір 4x куб болады. Так, осы жерде мен шектерді қоям. 0-ден 2-ге дейін. Так, кеттік. 0 қойсам, мынаның бәрі 0 болып кететін түсінікті, сол үшін жай ғана 2-лерді қойып шығайын. 7 көбейтілген 2 азайтылған 2-нің кубы қосылған 2-нің 4 дәрежесі. Бұл менде нені береді? 14 азайтылған 8 қосылған 16. Кеттік, 16-тан 8 азайтатын болсам, менде 8, оған 14-ті қосам, 22 деген жауап шығады. Бұл менде Д жауап нұсқасына сәйкес келеді. Анықталған интеграл өте оңай. Біз бастысы алғашқы функцияны, яғни қарапайым анықталмаған интегралды таба алуымыз жақсы. Соны жақсы білуіміз дұрыс болады. Кеттік, 6-ші есеп. Енді айтады, мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз дейді. Бұл да өте оңай. Жай ғана интегралға мына нәрсені жазамыз. Так, бұндай жағдайда интегралға x1 мен x2 қойып қоямыз шектерін, және де y1 азайтылған y2 маңызды емес. Осыдан біз x бойынша не алатын боламыз? Алғашқы функция аламыз. Осы менде анықталған интеграл тапсам жеткілікті. Сонда менде не болады мына жерде? 1-ден 4-ке дейін, яғни кішкентайдан үлкенге барамыз, және де түбірасты x-тан 0-ді азайтатын болсам, түбірасты x-тің өзі ғой. Демек, осы қала бергені жеткілікті. Бұл жерде бұның алғашқы функциясын табатын болсам, так, бірден жазбай қойынша, біз бүйтетін едік. X-ті 1 бөлінген 2 дәрежеде алсам жеткілікті. Дұрыс па? Түбірасты x деген 1 бөлінген 2 дәреже. Дәреженің қасиеті бойынша, яғни дәрежеге келгенде біз қандай алғашқы функция алатын едік? Оның дәрежесіне 1-ді қосамыз. Так, дұрыстап жазып қойын. Дәрежесіне 1-ді қосамыз, және де тура соған бөліп тастайтын едік. Дұрыс па? Так, сонда менде 0,5-ға, яғни 1 бөлінген 2-ге 1-ді қосатын болсам, не болады менде? 1,5 болады. Ал 1,5 деп отырғаным 3 бөлінген 2, мына жақта да 3 бөлінген 2. Сонда 2 қазір жоғары шығып кетеді. Так, 2, енді x-қа не келетін болады? X-қа төменде тұрған, бөлімінде тұрған, ол менде түбір болады, алымында тұрған x-тің өзінің дәрежесі. Так, бөлінген 3 қалды сонда. 2, түбір астында x куб бөлінген 3. Осының алғашқы функциясы екен. Так, сонда 2, x куб түбір астында, оның бөлінген 3 бар. Осыған қазір мен 1 мен 4 деген шекті қояды екен. Кеттік. 4 қоятын болса, менде не шығады сонда? 2 көбейтілген түбір астында 4, мына кубты сыртына жазсам да ешқандай айырмашылығы жоқ. Так, мына жақта бөлінген 3. Сонда 2 көбейтілген, мына жақта түбір асты 4-тен 2 шығады, оның кубы менде 8 бөлінген 3. 2 жерде 8-ім 16 бөлінген 3 қалды. Бұл менде осылай қала берсе болады. Келесі 1-ді қоятын болсам, 2 көбейтілген түбір астында 1-дің қандай болады? Кубы болады. Бөлінген 3. Так,
түбірден 1-ді шығара 1 шығады, кубы бәрібір 1, жай ғана 3-тен 2 болады. Енді бізде не істейтін едік? Жай ғана үлкен шекті қойған жерінен кішкентай шекті қойған жерін азайтамыз. Сонда 16 3 азайтылған 2 3. Ортақ бөлімі дайын 3 тұр, 16-тан 2-ні азайтатын болсам 14. Так, бұл менде бұрыс бөлшек түрінде неше бүтін болады? 14-ті 3-ке бөлетін болсам, менде 4 бүтін, 3-те 4-ке бөлсем 12, ар жағында қанша қалды? 2 қалды. 4 бүтін 3-тен 2 деген Б жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр екен. Ешқандай қиындығы жоқ. Кеттік, келесіде дәл осындай есеп. Так, дайын берілген. X кубтан қазір 0-ды азайтатын болса, мағынасы жоқ, бәрі X кубтың өзі қалады. Бұны ескермесек болады. 1-ден 2-ге дейін. X кубтан не істейміз? Қазір біз алғашқы функция алатын боламыз. Жай ғана дәрежеге 1-ді қосамыз, тура соған бөліп тастаймыз. Енді осыған 1 мен 2 деген шекті қою қажет. Так, 2 деген шекті қоятын болсам, 2-нің 4 дәрежесі, мына жақта бөлінген 4, азайтылған. Енді 1-ді қоятын болсам, 1-дің 4 дәрежесі бөлінген 4. Сонда менде 2-нің 4 дәрежесі 16, 16-ны 4-ке бөлетін болсам, немесе былай жазып берейін, 16 бөлінген 4, азайтылған 1 бөлінген 4. Осылай оңайрақ болады. Ортақ бөлімі дайын тұр 4, 16-тан 1-ді азайтамын, 15. Бұл менде неше бүтін болады? Әрине 3 бүтін, 3-ті 4-ке бөлсем 12, ар жағында неше қалды? Так, менде 12-ден 15-ке қарай 3 бар, 3 бүтін 4-тен 3 деген Д жауап нұсқасына сәйкес келетін сан шығады екен. Кеттік, олай болса, мына сызықтармен шектелген фигураның ауданы. Енді бізге тек қана мына екі функцияны y-ларды ғана беретін болсақ, шектерін қалай табамыз? Жай ғана берілген 2 y-ды бір-біріне теңестіре саламыз. Сонда x квадрат плюс 1 тең болады 5-ке. Осы жерден x квадрат тең болады 4-ке, x тең плюс минус 2-ге. Болды, мен шектерімді тауып алдым. Минус 2-ден плюс 2-ге дейін. Сонда минус 2-ден плюс 2-ге дейін. Енді бір функциядан екіншісін азайта саламыз. Сонда x квадрат плюс 1, наны азайта салам, минус 5. Жаңа айтқан едік қой, бірінші функциядан екінші функцияны азайта салам. Так, осыдан мен не аламын? Алғашқы функция алатын боламын. Так, бұны ықшам түрде жазып алсам, минус 2-ден 2-ге дейін x квадрат минус 4 болады. X квадрат минус 4 dx. Кеттік, алғашқы функциясын табатын болсам, x квадраттық x куб бөлінген 3, яғни дәрежеге 1-ді қосам, соған бөліп тастаймын, ал мына жерінің жанына жай ғана x-ті тіркей салам. Минус 2-ден 2-ге дейін дейді. Біз енді бұл жерге нені қояқ? Так, 2-ні қояқ бірінші. 2-ні қоятын болсам, 2-нің кубы менде 8 бөлінген 3, минус 4-ті 2-ге көбейтетін болсам, менде 8 шығады. Ортақ бөлімі 3. Так, мұнаған 3 бар, мұнаған 3 берем. 8-ден 24-ті азайтатын болсам, менде қанша шығады? 8-ден 24-ті азайтатын болсам, минус 10... 24 азайтатын болса, минус 16 болады. Минус 16 бөлінген 3. Қателескен жоқ па? Аха. Так, осы жерден минус 2-ні қоятын болсам, не шығады екен? Минус 2-ні қоятын болсам, минус 2-нің кубы менде минус 8 болады, бөлінген 3. Мына жақта минус 4-ке минус 2-ні көбейтсем, плюс 8 болып шығады. Сонда ортақ бөлім 3, мынаған 3-тен берем. Минус 8-ге 24-ті қосатын болсам, менде плюс 16 шығады. Дұрыс па? Плюс 16 шықты. Так, енді біз не істейтін едік бұл жерде? Жай ғана үлкен шекті қойған жерден кішкентай шекті азайтамыз. Сонда минус 16 бөлінген 3 шықты менде. Үлкен 2-ні қойғанда, кішкентай минус 2-ні қойғанда, минус 3-тен 16 шықты. Так, ортақ бөлімі дайын 3 тұр. Минус 16 деген минус 32. Осыны біз енді неде жазуымыз керек? Аралас сан түрінде жазуымыз керек. Неше бүтін болады? Минус 32-ні 3-ке бөлетін болсам, 10 бүтін 3. Ар жағында 3-ке 10-ды көбейтем 30, ар жағында 2 болады. Минус 10 бүтін 3-тен 2 болады екен. Енді бізде аудан деген шама тұр ғой. Ауданды минуспен өлшемеймін. Жай ғана соңында модуль ала саламыз. Сонда 10 бүтін 3-тен 2 деген жауап шығады. Бұл менде Д жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр. Ешқандай қиындығы жоқ. Кәдімгі анықталған интеграл. Келесі, мына жерде де қиналмаймыз, жай ғана екі функцияны бір-біріне теңестіре саламыз, жаңа x-тарды шектерін табу үшін. Сонда x квадрат минус 4x плюс 3 тең болады x минус 3-ке. Осы жерден x квадрат минус, мына жақта минус x плюс x оң жақтан солға минус x қып өткізетін болса, минус 5x, минус 3-ті плюс қып өткізем, плюс 6 тең болады 3-ке. Осы жерден x1 мен x2-ні вет арқылы таба салатын болсақ, так, бізде қанша шығады? Бізде, так, 2 мен 3 шығады. Көбейтсем 6, қоссам, анау плюс 5 шығу керек. Керісінше таңбасы. Кеттік, сонда менің интегралым қандай түрге келді? X квадрат минус 4x
плюс 3, мыналарды азайтамыз. Сонда минус x, мынау минус пен минус плюс болып кетеді. Дұрыс па? Шектерім неге дейін? 2-ден 3-ке дейін. Ешқандай қиындық жоқ. Кеттік. Енді мынаны есептеу оңай бізге. Ықшам түрде жазайық. 2-ден 3-ке дейін. X квадрат өзі қалды. Минус 4x минус x деген минус 5x болды. Плюс 3 дегенім плюс 6 болды. Енді бұның алғаш функциясын табу өтті оңай. X куб бөлінген 3 болады. Минус 5x квадрат бөлінген 2 плюс 6x. Осыған мен 2 мен 3 деген шектерді қоюым қажет. Оны мына төменде қойып алайық. Мен егер 3 қоятын болсам не болады екен? Егер мен 3 қоятын болсам, так, 3-тің кубы менде 27 бөлінген 3, азайтылған 3-тің квадраты менде 9 бөлінген 2, плюс 6 көбейтілген 3 дегенім 18. Мынаны бір есептеп алайық. Кеттік. Так, сонда бұл менде, мына жерде қазір не шығады? 27-ні 3-ке бөлсе, менде бұл жерде 9 шығады. 9-ға 18-ді қосатын болсам, қайтадан 27 шығады. Сөйтіп, минус, мына жерде 5 жерде 9-ым 45 бөлінген 2. Осы жерден бұл неге тең болады екен? 2-ні ортақ бөлімге берем, мына жерде 2. 2-ні 24 көбейтсем 54, 54-тен 45 азайтсам 9 бөлінген 2 шығады. Келесі, мен бұл жерге 2-ні беріп көрейін. 2-ні берсем не болады екен? 2-ні берсем 2-нің кубы 8 бөлінген 3, минус, мына жерде 5, 2-нің квадраты 4 бөлінген 2, қосылған 6-ны 2-ке көбейтем, 12 шығады екен. Осы жерден менде шықпай қалатын ол 8 бөлінген 3, минус, мына 5-те 4-ке көбейтем, 20, 2-ке бөлемін. 10, және де, так, минус 10, плюс 12. Осы жерде менде 8 бөлінген 3, минус 10, плюс 12 деген жай ғана плюс 2. Осы жерден ортақ бөлім 3, мынаған 3-ті берем. 8-ге, 2 көбейту 3-ті қосатын болсам 6, оған 8-ге 6-ны қосатын болсам 14 бөлінген 3. Сонда менде не шықты? Мына жерде 2-ден 9 азайтылған 3-тен 14. Дұрыс па? Кеттік. Ортақ бөлімі қанша? Ортақ бөлімі 6. Мынаған 3-тен берем, мынаған 2-ден берем. Сонда менде не шықты? 3 жерде 9-ым 27, 2 жерде 4-ім 28. 27-ден 28 азайтатын болсам, менде минус 1 шықты. Бұндай жағдайда не істейтін едік? Аудан минусамен өрнектелмейді, сол үшін модуль ала салам. 6-дан 1, бұл менде қай жауап нұсқасына сәйкес келеді? А жауап нұсқасына сәйкес келеді екен. Ешқандай қиындығы жоқ. Кеттік, 10-шы есеп. 10-шы есепті енді сәл түрі басқандай. Шекті бұлай 2-ден 3-ке дейін деп беріп қойған, ол түсінікті. Мына функцияларды беріп қойған. Мына жерде 0 тұрмай, ешқандай ескермеймін, себебі бір нәрседен 0 іздесем, ештеңе өзгермейді. Сонда минус x квадрат плюс 7x минус 10-нан алғашқы функция алу керек. 2-ден 3-ке дейін деген шегі бар. Так, x бойынша алғашқы функция. Так, сонда x квадраттан алсам минус x куб бөлінген 3, бір дәреже қосып соған бөлетін едік. Қосылған 7x квадрат бөлінген 2, бұл жерде де бір дәреже қосып бөлдік, және де минус 10x болды. Дұрыс па? Кеттік, бұған енді шектерді қойымыз керек. Бұның шектері қандай? 2-ден 3-ке дейін дейді. Жаңағындай бөлек-бөлек қойып алайық, сонда оңай болады. Мен 3 деген шекті қоятын болсам, минус, x куб деп отырғаным ол 27 бөлінген 3, қосылған 7 көбейтілген 9, яғни 3-тің квадраты 9 бөлінген 2, минус 3-ті 10-ға көбейтемін, 30 болады. Осы жерден 27-ні 3-ке бөлетін болсам, менде не болады? 9 болады. Минус 9, минус 30, минус 39, мына жақта 45, ойбай, 9 жерде 7, 45 емес екен. 9 жерде 7, 63 бөлінген 2, минус, жаңағы минус 9 бен минус 30, минус 39 болады. Осы жерде ортақ бөлім 2, мынаған 2-ден береміз. Сонда 39-ды 2-ке көбейтетін болсам, менде 78 шығады. 63-тен 78 азайтатын болсам, минус, так, 78 азайт тұрмыз, минус 15 бөлінген 2 болады. Кеттік, осы жерден 2-ні қоятын болса, минус 8 бөлінген 3, қосылған 7 көбейтілген 4 бөлінген 2, минус 20 болады. Так, осы жерден бізде белгілі нәрсені, мұна өзі қалады. Минус 8 бөлінген 3. Так, қосылған 4-ке 7-ні көбейтетін болсам, 28, 2-ке бөлемін, 14, минус 20. Бұл менде минус 8 бөлінген 3, плюс 14, минус 20, минус 6 болады. Сонда бұл менде ортақ бөлімі 3, мынаған 3-тен берем, минус 8, 3 жерде 6, минус 18, минус 8, минус 18, менде минус 26 болады екен. Шектерді енді орнына қойғана қалды, жоғары жаққа қойы. 3-ті қойғандағы мәнім минус 15 бөлінген 2, азайтылған, минус 26 бөлінген 3.
Так, орнына қояйық сонда. Минус 15 бөлінген 2, минус пен минус плюс болады. 26 бөлінген 3. Тең болады. Ортақ бөлімі әрине 6. 6 болады. Мынаған, так, 3-тен береміз. Мынаған 2-ден береміз. Так, мынаған 3-тен бердік. Так, не қатып бастады? Мынаған 3-тен бердік, мынаған 2-ден бердік. 3-ті 15-ке өтетін болсам, минус 45, 2-ні 26-ға көбейтетін болсам, плюс 52. Осы жерден минус 45 плюс 52 дегенім, так, бізде 7-ні береді, дұрыс па? 7. Так, минус 45 плюс 52. 7-ні береді, 6. Так, бұны аралас сан түрінде жазатын болсақ, 1/6-дан 1 болады екен. Мынандай жауап нұсқасы бар ма менде? 1/6-дан 1 әрине С жауап нұсқасына сәйкес келеді. Осымен, құрметті достар, біздің интеграл тақырыбына арналған сабақтарымыз аяқталды. Алған білімдеріңіз пайдалы болсын. Барынша практика жасап, біздің бүгінгі өткен тақырыбымызды бекітіп тастаңыздар. Сонымен, қош, сау болыңыздар.